Assalamu alaikum, hörmətli rayonumuz xalqı. Aymaqlıq elektrik tarmaqları aksionerlik cəmiyyəti, Qarabağstan aymaqlıq filialı, Qaracaq rayon elektrik təminləyici boyunca məhkəmə hesabında Joxarı Kernövlü 378,8 km uzunluqdağı 610 kV hava liniyası, Tömən Kernövlü 489,9 km uzunluqdağı 04 kV hava liniyası, Joxarı həm Tömən Kernövlü 0,971 km uzunluqdan ibarat 04,610 kV kabel tarmaqları həm 222 dana transformator punktləri arqalı rayon aymağınдағы барлық түрдегі тұтынушыларды, яғни 10.127 жеке қожалықтар тұтынушылары һәм 504 көтере тұтынушылар жамы 10.631 тұтынушылар электр энергиясы менен тәмінленіп келінбекте. Қаражаг район электр тәмінлеушіде алдымыздағы күз қыс маусымында электр үскенелерінің тұрақлы һәм сенімді істеуін тәмінлеу бойынша төмендегі жұмыстар әмелге асырылды. 2025 жыл район аймағындағы электр үскенелеріне ірі оңлау жұмыстарынан Жоғары Кернеулі 59,3 км ұзындықтағы 10 кV hava линиясына һәм Төмен Кернеулі 68,2 км ұзындықтағы 04 kV hava линияларына жамы 127,5 км ұзындығына һәм 36 дана трансформатор пункттеріне ірі оңлау жұмыстары жүргізілді. Һәм энергетика тарапынан қабылданып тапсырылды. Бұнда ірі оңлау жұмыстарынан Бердақ АПЖ аймағынан, Мәдениет АПЖ аймағынан, Алияр Досынзаров АПЖ аймағынан, Академик Сабыр Камал АПЖ аймақтарына жамы 159 дана тозығы жеткен электр бағаналары тазадан орнатылды. 2025 жыл давамында кіші оңлау жұмыстарынан 113,4 км ұзындықтағы 16 kV hava линиясына һәм 225,6 km ұзындықтағы 04 kV hava линиясына жамы 339,1 km 16,04 kV hava линияларына һәм 95 дана трансформатор пункттеріне күнделікті кіші оңлау жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі күнде толық орындалды. Һәм бұл жұмыстар давам етіп істеліп келінбекте. Өзбекстан Республикасы президентінің 2024 жылы 23 сентябрь күнгі ПК 330 салы қамбағалықтан парауандыққа қарай махаллелерді қолдап қуатлау дәстүрін әмелге асыру бойынша іс-шаралары хақындағы қарарына текар районымызда 3 аймақ Қойбақ АПЖ, Қаражаг АПЖ һәм Есмезек АПЖ аймақтары кіргізілген болып, сол аймақтардағы тозығы жеткен электр ұзату линияларынан Жоғары һәм Төмен Кернеулі 18,9 km ұзындықтағы 10,04 kV hava линияларына һәм 2 дана трансформатор пункттеріне тазадан алмастыру бойынша реконструкция істеу жобаға кіргізілген еді. Реконструкция жұмыстарынан бүгінгі күнде жамы 684 дана темір бетон бағаналары тазадан орнатылып, 24,5 км ұзындықтағы электр тармақларына заманауи сип проводлар тартылып, электр тармақлары жаңаланып, тұтынушыларға сапалы һәм сенімді электр энергиясы менен тәмінленді. Сөзімнің жұмағында әмелге асырылып жатқан жұмыстардың барлығы халқымыздың жақсы жасауы үшін һәм электр энергияға болған талабын және де қанағаттандыру болып табылады. Диққатларыңыз үшін рахмет.